Азан-қазан шудан шаршысаңыз, қайда бар демалар едіңіз? Ойланып қалдыңыз ба? Мен де таба алмай жүрмін. Кез келген демалыс орындарының өзінде жоқ дегенде желдің дыбысын естуге болады. Ал кейбіреулер миын тынықтыру үшін музыка тыңдаса, енді бірі теңіз жағасына барады. Тыныштықты әркім өзінше бағалайды. Мен үшін әзірге өзімнің алаңымнан басқа жерде тыныштық жоқ сияқты. Шулауға қатаң тыйым салынатын алаңда мен Нұржан Еркінұлы. Шуламаңыздар, біз бастаймыз. Алаңның алыбын анықтайтын төреші дыбыс өлшеуіш құралы. Оңай жерде олжа жоқ. Тапсырмалар менің ережеме сай берілгендіктен жүлдеге жету жеңіл болмайды. Сонымен қымбатты көрермендер, біз енді сіздерді бүгінгі ойыншылармен таныстыратын сәтке де келіп жеттік. Наиль Таминдаров, Ерік Жүнісов, Ерік Жолдасбеков. Бұлбұл Байқоңырова, Нұрмұхамед Сәрсенов, Раушан Оқманова. Бұл студенттер екі топтың арасында кім ойынды бастайды, соны шешейік. Оны біз әдеттегідей жеребе арқылы шешеміз. Сендерге бірінші беремін. Сандарымды көрсетіңдер, кім екінші сандалды? Ассалаумағалейкум көрермен, назарларыңызда мұнда біз қоғамдағы актуалды проблема мен түйінді мәселелерді қозғайтын боламыз. Бүгінгі тақырыпқа арналған мәселе жастар арасындағы кітап оқу мәдениеті. Және бүгін студиямызға осы мәселе төңірегінде бас ауырып жүрген мамандарды арнайы шақырттық. Алдымен таныстырып өтсем. Армысызда Еуропа одағы лидерлері кезектен тыс саммитте Ресейге қарсы 6-шы рет санкция жариялауға әйтеуір уағдаласты. Бұл пакетке Ресейден импортталатын мұнайдың 3/2 бөлігінен бас тарту және Сбербанкты SWIFT халықаралық төлем жүйесінен ажырату кіреді. Еуропа одағы Ресейдің теңізбен немесе порттар арқылы келетін энергетикалық шикізатын ғана алуды тоқтатайын деп отыр. Ал құбырымен жететін мұнайын импорттауды доғаруды сәті әзірге түспеді, өйткені бұған Венгрия қарсы болған. Дегенмен Еурокомиссия президенті Урсула фон дер Лейен жыл соңына дейін Ресейден мұнай сатып алуды 90%-ға қысқартуға үміт білдірді. Сонымен қатар Еуропа мемлекеттерінің жетекшілері Украинаға қазіргі мұқтаждықтарын өтеуге 9 миллиард евро көмек беру мәселесі бойынша жұмыс істеп жатқандарын да мәлімдеді. Керемет, міне, нағыз студенттің жесі. Мен егерде осы алманы көргенде алғаш мен бір тышқан жеп кетті ма деп. Жоқ, жеген бұлбұл және бұлбұл өзінің тобына алғашқы 5 пайыз сыйлады. Жарайсың, құттықтаймыз. Рахмет. Сендер үшін ризамын, мен студенттердің кез келген жетістігіне ризамын. Наиль, мен білген ептен сенің руың қандай? Албан. Албан? Иә. Албандар алман жақсы көреді, білесің ба? Білем. Онда мына алманы сен 30 секундтың ішінде айнала тістеп шығуға жетсің. Тырысам. Артық дыбыссыз. Командаң саған сенеді, саған жан күйер. Мен де сенем, саған сәттілік тілеймін. Дайын болсаң, біз бірден бастаймыз. Рахмет. Иә, бастайық. Бастайық. Наиль кішкене ойын ережесін бұзып тұр. Ол тостағаннан алыс кетіп тұр, табақтан алдындағы. Әншілердің басты жұмысы ауызбен жұмыс істеу. Яғни ән айту. Жарайсың! Жарайсың, құттықтаймын. Тобыңа бара берсең болады, құттықтауын қабылдап өзіңнің достарыңның. Раушан, тамақ жеген жақсы көресің ба? Әлде жеген жақсы көресің ба? Жақсы, тамақ пісірген жақсы көрем, жегенді жақсы көрем. Көбісі тамақ істеп жүріп жейді. Иә. Өздері. Піскеннен кейін жемей қойды, өйткені тойып қалады. Біздің тапсырмамыз алдыңда тұрған 40 жапырақты сен бізге 10 бөлікке бөліп турап беру қажетсің. Дайынсың ба? Дайын. Біз бастай саламыз, дайын болса? Бастаймыз. Бастаймыз. Ай. Не болды? Сен көріп тұрсың астындағы тақтайды. Неге жай қимылдамайсың? Білмеймін. Сен үйде тамақ істегенде тағарсы көріс болып жүрген ғой бәрі? Тез тұрап тастаймын негізі. Тез тұрап тастаймын? Иә. Ал бізде уақыт бар ғой, 30 секунд деген біраз уақыт, ал сен тұрдың да алғашқы секундта. Ай. Жарайды. Өкінішті. Ештеңе етпейді. Ерік дайын, біз бастаймыз.
бірақ тұра алған жоқ. Бір сейфтің есігін ашып отырған сияқты. Басқа біреудің сейфін. Уақыт болды. Уақыт болды. Уақыт болды. 30 секундтың ішіне үлгермедің, мен санайын қазір сен. Сен тіпті бесеуінде тура үлгерген жоқсың, және сен аяғына шейін тура көресің. Бөліну керек. Өзің тамақ жасайсың ба үйде? Иә. Үйге барғанда тағы бір дайындалып көр. Жаман емес, жақсы. Нұрмұхамед, сенің тапсырмаң 30 секундтың ішінде артық шусыз, артық дыбыссыз осы жаңғақты бізге шағып беру. Дайын болсаң, біз бастаймыз. Ұпай берілетін 5. Өзің білетіндей дыбыс өлшегіш жаныңда. Мен саған сәттілік тілеймін. Дайынсың ба? Иә. Бастаймыз. Өте қиын тапсырма. Қазір артық шу бәрібір шығарып алатын сияқты. Жаңақты мүмкін емес деп ашу. Бірақ бара шақындар. Ай. Не болды? Әттеген ай. Жаңғақтың сен білесің ба? Мына ортасындағы сызықты. Осы бойынша ашу керек. Ал сен тұрдың да бел ортасынан сындыра салдың. Бастаймыз. Еріксіз студенттері қарағанда кішкене ересек көрінген, сондықтан да бұл тапсырманы орындайтын шығар. Бірақ уақыттың жартысын кетіріп алды. Үлгере ме? Жоқ, тағы да жоқ. Үлгермедің. Не болды? Неге сен тіпті жармағансың оны? Жарайды. Енді бұл біздің алғашқы кезең. Ойын барысында тәжірибе жинала береді. Және кезекті келесі тапсырмаларда сәтті өнер көрсетті деп ойлаймын. Рахмет саған көп. Биылғы Қарағанды облысындағы демографиялық ахуал айтуға тұрарлықтай. Статистика саласының мамандардың мәліметінше, бала туу көрсеткіші едәуір өскен. Нәтижесінде мыңдаған отбасы зор қуанышқа қол жеткізіп, шаңырақтарын сәбидің сыңғыры кернеген. Сонымен қатар, 2018 жылы аймағымызда бірнеше заманауи балабақшада балғындардың игілігіне берілген. Аталған тақырыпты жақында ғана тұңғышын қолына алған әріптесім Алдабергеновадан білсек. Шетте жүрген қазақстандықтарда елдің саяси өмірінен сырт қалғылары келмейді. Қазақстандағы жаңалықтарға құлақтарын түріп елеңдеп отырады. Түркияда тұратын отандастарымызда алдағы референдумға қатысып таңдау жасауға бекініп отыр. Бұл дайын. Біз бастаймыз. Шарды топ дегенін бірінші рет көріп тұрмын. Шарды ашты, енді ауаны шығаруда. Әлі 30 секундтай уақыт бар, баса болады менің ойымша. Кейбір бұзақылар болады, көшеде тұрған автокөлігінің дөңгелегінің желін шарпып кететін. Солардың бірі осы бұл сияқты. Жарайсың, құттықтаймын сені. Сен соңғы секундта ғана үлгердің. Мен сен үлгермейме деп ойлап едім. Үлгерді. Бірақ үлгердің, жарайсың, командаңа сен. Тағы да ұпай әкелдің, шын жүректен құттықтаймын. Енді өз тобыңа бара берсең болады. Құттықтауын қабылдап өзінің топтастарының. Ал біз енді кезекті тапсырмамен тағы бір ойыншыны ортаға шақырамыз. Біз саған сенеміз. Дайынсың ба? Иә. Наиль дайын. Біз бастаймыз. Студенттер бұл тапсырманы орындады. Әншеріне сейілген. Жай ғана ашып, жұтып қойса да болады, сияқты барлық ауаны. Секунд артта қалды. Наиль әлі шарды ашқан жоқ.
5 секунд. Жоқ, үлгермедің. Уақыт Иә, шектеулі. өте қиын болды. 45 секундтың ішінде сенің нашарды ашқанда жүрсің. Иә. Мен осы шарды саған сыйлыққа берейін. Бүгін ашсаң, риза болам. Ештеңе етпес. Алдыңда тұрған құтыны көріп тұрсың, пластикалық бөтелке. Осы бөтелкеге сен жақсы керемет күй беру керексің. Яғни ішіне ауа үрлеп қалыпты жағдайға келтіру керексің. Біз кішкене мұжғылап әдейі саған тапсырманы қиындатып қойдық. Студент дайын, бізде дайын. Бастаймыз. Ептілігін қара өзінің. Бірден орып жатыр алдында тұрған матаға. Мен осындай пластикалық құтылар көрсем, ойыма бір-ақ нәрсе келеді. Ауылда самаурынға ауа үрлейміз ғой. Ай. Сен істеп алдың ғой деймін. Бұған дейінгі тапсырмалар тамаққа байланысты еді, сондықтан да мүмкін содан әлі шыға алмадың ба? Білесің ба? Өте шынында да қиын тапсырма. Мен сенің ептілігіңе риза болған едім бастапқыда. Мына матамен орай бастағанда. Бірақ сен өзің тіспен біздің дыбыс өлшегішті шулатып қойдың. Дайынсың ба? Дайынмын. Ерік дайын. Бастаймыз. Ойыншылардың логикасы жақсы. Бірден матаға орайды. Біреу үйретіп қойған сияқты. Ай. Сен қатты үрлейді екенсің. Сен тромбон, саксофонда ойнамағансың ба? Сенің демің өте қатты кетті, сондықтан да қатты дыбыс шықты. Нәтижесінде сен өзіңнің тобыңа ұпай алып келе алмадың. Жарайды, ойының үшін рахмет. Біздің Раушанға дайындаған тапсырмамызды түсіндірейік. Раушан, алдыңда тұрған газет. Жалпы өзің студентсің, иә? Содан кейін оқуыңды бітіресің. Және қандай жұмысқа орналасу мақсат сенде? Мейрамхана ісі. Жарнамалық газет. Ішіне мүмкін өзіңе қажетті бір жұмысты, бір қажет телефонның нөмірін тауып аларсың. Саған берілетін тапсырма 45 секундтың ішінде осы парақтардың барлығын ашып шығу. Қысқасы парақтап шығу. Артық дыбыссыз, артық шусыз. Дайынсың ғой? Дайын. Дайын болсаң біз бастаймыз. Кеттік. Сіздерді мұқият қарап отырыңыздар, мүмкін өздеріңізге лайықты бір жұмыс тауып аларсыздар. Мен оқып шықтым, ішінде жақсы вакансиялар бар екен. Ай. Бір страница қалды. Раушан. Жоқ, 2 бет қалған еді. Ештеңе етпейді. Бастаймыз. Не болды, Ерік? Не істедің? Қай жерге? Сен сатушылар бөліміне келген кезде кішкене мүдіріп қалдың. Ештеңе етпес. Мүмкін өзіңе жұмыс істеген шығарсың ішінен, иә? Кім біледі? Тек әншіліктен басқа жұмысың бар ма сенің? Мен тойға шығып жүрмін. Тойға шығасың? Иә, тойға. Салық төлейсің ба? Жоқ. Салық комитеті көріп отырса, Еріктің нөмірін мен алсаңыздар болады. Жарайды, рахмет, көп-көп тобыңа бара берсең болады. Кім бастайды бұл тапсырманы? Сұрағым келіп тұр. Ерік. Қай Ерік? Негізі, екеуің доссыңдар ғой Ерік, иә? Сендерді қалай ажыратады халық? Арық Ерік және көңілді Ерік деп бөле ме әлде қалай? Әлде фамилиямен айта ма?
Анасында фамилиясы қосады. Тегімізді. Келіңіз. Рахмет. Мінекей алдыңызда тұрған есікті 30 секундтың ішінде артық дыбыссыз ашу қажетсіз. Әншісіз, бірақ қазір ән айтпаңыз. Тыныш болыңыз, барынша қоңырауға соғып алмаңыз. Ал берілетін уақыт 30 секунд. Менің ойымша жетеді. Дайын болсақ, біз бастайық. Дайынмын. Бастаймыз. Сен басталмай жатып, есікті ұстаған сәтте бірден біздің дыбыс өлшегішті шулатып жібердің. Ай-ай-ай, әттеген-ай. Есікті ашуда бәрі әзірге ашты. Қалай жабады екен қазір көреміз. Жарайсың. Жарайсың. Браво. Браво. Молодец. Қолыңды алып қойайын, Наил. Рахмет. Ата-аналарыңа білдірмей, кейде бір отырыстарға, туған күндерге шығып кететін шығарсыңдар. Иә. Және түнде кешігіп келесіңдер. Есікті артық дыбыссыз білдіртпей үйлерге кіріп кететін кездер болады ғой? Болады. Кімнің тәжірибесі мол осыдан? Мойнай беріңдер. Менің. Сенің. Анаң көріп отыр, анаңа жалын сәлем, сіздің қызыңыз қыдырып жүр түнде сіз ұйықтап жатқанда. Енді сол тәжірибең саған көмектеседі деген ойдамыз. Кім бастайды осы тапсырманы? Мен бастайын. О, тәжірибе қыздарда, бірақ бастайтын жігіт. Жарайсың. Кел ортаға тұр, Мұхаммед. Саған сәттілік тілеймін. Рахмет. Дайын болсаң бастаймыз. Дайын. Ойыншымыз дайын. Бастаймыз. Сыртынан қарап тұрсаң, шынымен де үйіне осылай кешігіп келген бала сияқты. Ертең біз де ата-ана боламыз, сонда біздің балаларымызды өйстіп ұйықтап жатқанда кешігіп келе ме бұл жерде? Әттең-ай, әттең. Біріншіден уақыт болды. Екіншіден сенің өкшең есікке тиді. Сен тек өзіңнің анаңды емес, көршілеріңді де оятып жібердің, шынын айтайын. Жарайсың. Жарайсың. Құттықтаймын. Шында да бүгін студенттер керемет өнер көрсетуде. Мен тез қарап тұрғанда мен ойладым, есіктен мысық кіріп жатқан шығар деп. Жоқ, бұлбұл кірді, артық дыбыссыз. Бұл шулама, және сендерді құттықтаймын шуламай өткендерің үшін. Аймақ басшысы Ерлан Қошанов облыстық миграциялық қызмет көрсету орталығына барды. Онда облыс әкімі мекеменің негізгі қызметтерімен танысты. Сөзіңді құттықтаймын. Дұрыс айтыпсың бүгін. Қазақстанда 4 адамға шапқан қасқыр құтырған болып шықты. Ауыл 60 күнге карантинге жабылып, мал сатуға тыйым салынды. Оқиға 1 ай бұрын Шыңғырлау ауданы Шоқтыбай елді мекенінде болған. Кешкісін ауылға кірген қасқыр 4 тұрғын мен бірнеше итті жарақаттап кеткен. Олардың бірі 4 жастағы қыз бала. Бәрі де құтқаруға қарсы екпе алып, ем домын жалғастырып жатыр. Қасқырды атып ұстауға көмектескен тағы 8 адам екпеге жіберілді. Сондай-ақ енді ауылдағы барлық мал, ит, мысық егіліп, аулалар зарарсыздандырылды. Сәл төмен түсіріп. Алматыда Әр сәтсіз қағып алу минус 5 ұпай. Сондықтан да ыңғайы келсе, аз уақыттасаң да барлығын сәтті қағып алуға тырысу керек. Біреуінің қағып алуы жақсы да, бірақ
Лақтыру нашар. Лақтыру жақсы да, бірақ қағып нашар. Сонымен, уақыт бітті. Стоп. Табақты қайтарсаң болады. Жарайсыңдар дейміз. Енді... Жоқ. Жаман. Сен қалай ойлайсың? Нашар көрсеткіш болды ма? Иә, нашар болды. Одан да жақсы ойнауға болады неде? Иә, болады. Ал қателік неде болды? Біз бірінші рет шықтық қой. Әрқалай да болады бірінші резде. Енді... Бірақ ештеңе етпейді. Маған ұнады. Аса көңілді болды. Рахмет. Рахмет. Ал енді біз студенттерді көреміз. Олар не істейді екен? Және қанша ұпай жинайды екен? Біз әртістерді, яғни әншілерді көрдік, енді студенттерді көрейік. Болашақ қонақ үй және мейрамхана бизнесінің жұлдыздары деп айтайын. Сәттілік тілеймін. 1,5 минут уақыттарың бар. Алға, дайын болсаңдар. Айтыңдар. Дайынсыңдар ғой бәрің? Дайынсыңдар ма? Я деген достар шығып жатыр. Яғни дайын. Бастаймыз. Қарсыласынан ыңғайлы лақтыру керек. Өте қорқынышты болды. Жүргізуші зардап шегуі мүмкін. Бұл топ ұпай жинаймыз, қарыз боп қалатын жақсы. Айттым ғой. Уақытта болды. Стоп! Сөйлесейік, не болды? Не істедіңдер сендер? Біздің қолымыз жетпей қалған сияқты. Бойымыз жетпей қалды. Сенің ойынша тек ұзындар ғана Иә. лақтыра ала ма? Біздің қарсыластарымыз ұзындау болды деп ойлаймын. Сен қарсыластарың айтасың, сендерде не болды? Соны айтсай. Біздің бойымыз кішірек болды да сол. Лақтыруға қиындық болды. Қағып алу ше. Қағып алу волейбол ойнамағандықтан. Ойнаңдар енді. Бірақ ойының үшін көп-көп рахмет. Қазір ұпайларыңды есептейміз. Және бұл кезеңде кімнің жеңімпаз болғанын анықтаймыз. Енді біз келесі кезеңге көшейік. Өзге де ақпараттар. Қытайдың Сычуан провинциясында қуаты 6,1 балдық зілзаладан 4 адам қаза тапты. 40-тан астамы жараланған. Әсіресе Ян қаласы қатты зардап шегіп бірнеше үй қирап қалды. Дүмпудің эпицентрі 17 шақырым тереңдікте анықталды. Төтенше жағдайлар, өрт сөндіру, медицина, байланыс және басқа да қызметтер апаттың зардабын жоюға шұғылаттанған. CCTV телекомпаниясының хабарлауынша, олар тұрғындарды қауіпсіз жерге көшіріп, жолдарды жөндеуге, электр және байланыс желілерін ретке келтіруге көмектесіп жатыр. Зардап шеккен адамдар үшін 700-ден астам шатыр тігілген. Қытайда соңғы рет 2008 жылы алапат жер сілкінісі болған еді. Сол кезде Сычуанда магнитудасы 7,9 балдық жер дүмпуі 90 мыңға жуық адамның өмірін қиған. Бірақ сен аяғың тиіп кетті және сенің велосипед емес, пойызбен келе жатқандай дауыс шығардың. Өкінішті әрине. Бірақ дегенмен жақсы өттің және ақыл кеңесінді командаңдағы бойжеткендерге айтарсың және оларға да сәттілік тілейміз. Раушан қорқа деген, мен қорықпа дедім, ол жылап отырған адамға жылама деген сияқты ғой. Білмеймін енді қалай болатын. Қазір көреміз. Егер Раушан дайын болса, біз оған сәттілік тілейміз және бастаймыз. Раушан дайынбыз ба? Кеттік. Алға Раушан. Ай-яй-яй, көрдіңіздер ғой қалай құлаған. Менің ойымша, Раушанның айқайы біздің дыбыс өлшегішті іске қосқан сияқты. Енді көрейік Раушанға не болған. Раушан, бері кел. Не болды? Қобалжып кеттім. Қобалжығаннан осылай құладың ба? Және де мен великті теуіп көрмеген өмірімде. Естіп тұрсыздар ма? Раушан алғаш рет велосипед теуіп тұр. Және менің ойымша сәтті өйткені мен велосипед тебуді енді үйреніп жүргендерді көрдім. Сенен нашар. Жарайсың. Батылдығың үшін сенің қолыңды алып қойын. Рахмет көп-көп. Сен өз тобыңа ұпай әкелмесең де, менің ойымша
Жақсы өнер көрсеттің. Рахмет көп. Енді жаныма тұрыңдар. Біз енді сіздердің топтағы үшінші ойыншыны көрейік. Бұл не істейді екен? Бірге тамашалаймыз. Бұлбұлға сенеміз. Осы топта тағы бір бойжеткен қалды. Есімі Бұлбұл. Бұлбұлға біздің жігіттер қазір көмектесуде. Көрейік, сәттілік тілейміз. Қалай ойлайсыңдар, өте ала ма Бұлбұл? Өте алады деп сенім артамыз. Сенеміз ғой? Сенеміз. Біз Бұлбұлға сенеміз. Бұлбұл, дайын болсаң, кеттік. Ай. Мінекей Бұлбұл да сәтсіздікке ұшырады. Енді қазір көрейік Бұлбұлға не болған. Бәрі жақсы ма Бұлбұл? Иә, жақсы. Құлаған жоқсың ғой. Құладым. Көрдік, құлаған неге құладың? Білмеймін. Келдің де жай құлай салдың ба? Иә. Иә. Ал шуламау деген біздің қағидамыз, ережеміз қайда? Сен бірінші рет теуіп тұрсың ба велосипедті, әлде екінші рет па? Бірінші рет, мінекей, бір емес екі дебют көрдік біз сіздермен. Жарайды, қалай болғанда да сен де біз үшін батырсың және керемет өтті деп есептейміз. Рахмет көп. Мінекей қойдың кезегі әншілерге де келді. Ал бізде қой емес, көріп тұрғандарыңыздай велосипед, онымен кедергілердің арасынан өту, тапсырма барлығына түсінікті. Ойынды бастауға ойыншылар да дайын. Дайынбыз ғой? Кеттік. Ай. Біз сенен кейінгі қатысушыларға бұл кедергілерді қайта дайындайтын шығармыз. Не болды? Сен қолың бұрылып кетті ма? Сен рөлде дұрыс ұстамадың ба? Не болды? Дөңгелек былай қарта алып кетті, рульға былай қарта алып кетті, соны жіберіп қойдым. Сен жалпы велосипед теуіп жүрген адамсың ғой? Иә, негізі теуіп жүрген адам. Иә? Қорқынышты емес. Жоқ, қорқынышты емес. Жарайды. Енді командадағы басқа ойыншыларға сәттілік тілейміз және екеуміз осында күтейік оларды. Енді осы топтағы екінші ерік өтейін деп жатыр. Ең қызығы, екеуі бірге топ болып ән айтады, жеке-жекеден айтады. Жеке-жеке қазір ән айтпаса да, бірақ жеке-жеке осы кедергіден өтеді. Енді сенің досың ерік қалай өтеді деп ойлайсың? Ойымша өтетін сияқты бұл. Қорқынышты емес екенін айттың ғой? Жоқ, қорқынышты емес. Дайынбыз ба, ерік? Ерік дайын. Бастаймыз. Кеттік. Браво! Жарайсың, Ерік. Еріктің сенімін ақтады. Мінекей, базар жоқ деген театрды еске түсіріп жатырмыз. Жарайсың, ал енді... Ай, қалай? Құпиясы неде? Қорқынышты, кішкенде. Атак бәрі жақсы. Қорқынышты, атак бәрі жақсы. Мен саған қарап, сені бір қорқатын адамға ұқсатпадым. Әлде бәрібір қорқынышты ма? Бағана қылады ғой қанша адамдар. Солай қылайын деп ойлаған ғой. Батырға да жан керек деген осы. Жарайды, рахмет, көп кел, осында тұрамыз. Және тобыңдағы біз Наилді көретін боламыз. Наил бұл тапсырманы қалай орындайды екен? Тамашалайық. Осы мүмкіндікті пайдаланып, екі еріктің ортасында тұрып, мен ішімнен арманымды ойлайын, мүмкін орындалатын шығар. Әрине. Ойлап үлгердім. Не ойлады деп ойлайсыңдар? Сендерге осы шуламаның бас жүлдесі 100 000 теңгені алсын дедім, ал өзіме жай $1 миллион сұрадым. Жарайды. Наил дайын болса, біз дайынбыз. Наил дайынбыз ғой? Наил бізде пионер, әрқашанда дайын. Кеттік. Браво! Жарайсың. Керемет. Давай. Құпиясын айт, сыры неде? Жылдамдықта. Жылдамдықта деген не? Жылдамдықта. Иә. Жылдам өту керек. Сол кезде ешқандай кедергі соқтықпайсың, дұрыс қой? Иә, дұрыс. Сен ойыңша. Жарайсың. Бұл басқа да көрермендерімізге жақсы бір ақыл кеңес болды деп есептейміз. Осылайша әншілер бізде керемет өнер көрсетті. Енді бүкіл командаларды ортаға шақырып, қорытынды жасайық. Шуламаның 5 кезеңін бастан өткердік. Және жеңімпазды анықтадық. Ойын барысында ұтылып келе жатып, бірақ жеңіске деген ерлік жігерінің арқасында жеңіске жеткен әншілер тобы. Құттықтаймыз. Сіздер де көңілдірек құттықтасаңыздар болады қарсыластарыңызды. Сіздерге де жақсы қарсылас болды деп есептейміз. Сіздерге бүгінгі керемет ойындарыңызға шын жүректен алғысымызды білдіреміз. Рахмет сіздерге.
Әншілер тобы енді біздегі гранд финалға баш жүлдемізді алуға кірісетін болады. Соған сіздер жолдама алдыңыздар, ал сіздер сәттілік тілесеңіздер болады. Сәттілік тілейміз. Былай айтыңыздар сіздер, сәттілік тілейміз. Олай емес, сәттілік тілейміз, шын жүректен айтыңыздар. Сәттілік тілейміз. Сіздерге көп рахмет, алдағы уақытта жүздесеміз. Ал жігіттер, сендер келесі кезеңге дайындалыңдар. Қоғамға қажетті өз ойларыңызды білдіргендеріңізге ерекше алғысымызды білдіреміз. Біз бүгін сөз сұрап өзімізше мәселе көтердік, ал түйін жасау өз қолдарыңызда. Қымбатты көрермен, смартфонда ұзақ отыру баланың психикасына қалай әсер етеді? Баланың не көріп отырғанын біз ата-аналар қалай бақылай аламыз? Келесі бөлімде бұл туралы айтамыз, бізде шағын үзіліс. Компания туралы қысқаша осы. Ал серіктестік бағдарламасы туралы толығырақ келесі видеомнан тамашалай аласыздар. Назарларыңызға рахмет. Ал енді біз бұл тақырыпты соң жалғастырамыз. Жақсылықта жүздесейік. Кедергілердің ішінде мынадай бір кедергі бар. Бұл көзілдірік. Сенің көру қабілетіңді сәл де болса нашарлатады. Қазір киіп алсаң болады. Ыдыс-аяқ міне. Біз саған сенеміз және командаң да сенеді. Мүмкін сендер бүгін бас жүлдені алып кететін шығарсыңдар. Әмин, Алла қаласа. Міне, қолыңа ал. Әзірге ерік жақсы келе жатыр. Ең қиын тосқауылдан қазір ғана өтті. Еріктің бойы ұзын, бойшаң, аяқтары да ұзын, көрдің бе? Кедергі жасайды кейде. Маған оңай, білем. Мен апта сайын өтем бұдан. Ерік жақындап қалды. Уақытта ерікті қысып жатыр қазір. Ай-ай-ай, ерік. Әдемі келе жаттың және соңғы бұрылыста қателік кетті. Сен осы жерден өтіп жатқанда бір жерің тоқ етті сенің. Неге соқтықтың, шынымды айтсам мен түсінбедім. Көрдім, ерікті бірінші жүгіріп. Неге соқтықтың? Не болды мына жерде? Мүмкін аяғым тиіп кеткен шығар. Мына жермен өткім келмеді ма? Қиынырақ бол? Жеңілеуді ойлаған тез өтіп кетем бе? Жарайды, ештеңе болмас. Наил, егер дайын болсаң, бастаймыз. Дайын ғой, әрқашан дайын. Наил дайын. Біз де дайынбыз. Бастаймыз. Әзірге жақсы келе жатыр. Наил бір жерде даяр шұрып істеген ғой деймін. Әзірге ұқыпты келе жатыр. Ай-ай-ай. Өкінішті, Наил. Иә. Ерік өткен жерден сен өте алмадың. Неліктен деп ойлайсың? Өзім қателесіп кеттім мен. Негізі әчкин шын өте қарымы жаман болған. Сол Көзілдірік әдейі сенің көру мүмкіндігіне төмендету үшін жасалған. Сенің арқаң тиіп өте алмай қалдың. Иә. Бірақ сенің тобыңдағы ерік өтеді деп ойлаймыз. Жарайды, рахмет саған. Ереке. Біз мінекей мәреде күтіп отырмыз ерікті. Келет деп сенеміз. Өз тапсырмаларын орындай алма. Демек, бұл топ, әншілердің тобы, бас жүлде 100 000 теңгені алмайды. Дегенмен егер ерік өтіп жатса, біздің бағдарламадан 25 000 теңге сыйақы алынады. Сондықтан да құр қол айтқанша 25 000 болса да алып қайтыңдар жігіттер. Біз ерікке сәттілік тілейміз. Ерік дайын болса бастаймыз. Ерік дайынбыз ғой? Дайын. Бастаймыз. Ерік басқаларына қарағанда сәл ірілеу, сондықтан да кішкене қиын болатын сияқты. Бірақ ерік осы топтағы ең икемді ойыншылардың бірі. Барлық өзіне берген тапсырманы орындаған бірден бір ойыншы.
тостағанға тигенмен бірақ әйтеуір артық дыбыс болмады. Ақырайын. Ай! Ерек! Соңғы жерде бір ғана қадам, бір ғана секунд. Бір қадам. Әттеген ай. 25 минут кетіп қалыппыз. Сен әдем өтіп келе жатқанда ең соңғы сәтте ғана. Өкініштерін, егер де сен ана жерде бірінші бұрылыста, екінші бұрылыста қателескенде менің ойымша ештеңе болмас еді. Ал дәл осы жерге келіп. Ай, Ерік, өкінішті жарайды. Осы топтағы қанша уақыт сенде уақыт бар еді. Уақыт бар еді. Мен саған алдынан шықтым, мен асықпа, жай деп жаттым. Ал сен келдің да соқтықтың, ештеңе етпейді. Жақсы өнер көрсеттің деп ойлаймын. Сендер бәрібір біз үшін жеңімпазсыңдар. 25 мың, 50 мың, 100 мың алмасаңдар да, бүгін керемет ойынмен біздердің көрермендеріміздің алдында және естерінде қалдыңдар деп есептейміз. Рахмет көп-көп. Шығармашылық табыстар тілеймін. Әндерің көп болсын. Хит әндер жазыңдар. Жарады жігіттер. Шудан шаршап, тынышты қалап отырған сәтіңізде оқыстан шыққан дыбыс жүйкеңізге қалай әсер етеді? Жүйке жүйеңізге кері әсерін тигізеді. Сіздермен бірге болған мен Нұржан Еркінұлы. келесіде көріскенше абай болыңыздар, шулай беріңіздер. Шулама. Борцы, боксеры, пловцы, каратисты, атлеты, бодибилдеры и дзюдоисты, рукопашники и другие адепты физкультуры. Нам не интересны.